Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін керемет болып жасалатын драникидің рецебін ұсынамын. Бұл жердегі ең басты ингредиент бізде картоп. Өте дәмді, жеңіл, жасалуы өте тез, бірақ өте дәмді. Төмен астына яғни қажет ингредиенттерді жазып кетемін. Енді бізге яғни картопты міндетті түрде сыртын ашып, сыртын жуып, ірі яғни өткізгіш арқылы яғни барлығын өткізіп аламыз. Яғни мен кішкене үлкендеу терканы алдым. Барлығын осылай жаңағы өткізіп аласыздар. Енді бұл жерде мен орта размердегі 3-4-еуін алдым. Жалпы осы жаңағы мен қолданған ингредиенттен жалпы жақсы мөлшерде 3-4 адамға жетерлік драники шықты. Жалпы бұны таңғы асқа, түскі кезде жасауға өте керемет, енді жасап көруге болады. Тіс басардың бірі енді. Осылайна барлығын өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін жаңағы таза қолымызбен жақсылап тұрып, кішкене осылай мыжып суын біраз шығарамыз. Бұл негіз жалпы картоптың сортына байланысты. Мен қолданған картоптыңызда қатты су шықпады. Жаңағы артық су болса, оны яғни осылай сығып, яғни артық крахмалы ғой, енді оның соны жанын шығарып тастау керек болады. Енді бөлек бір таза ыдыс аласыздар. Сол бөлек ыдысқа осыны жаңағы сығып қолдарыңызбенен жақсылап тұрып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Тағы да айта кетейін, картоптың сортына байланысты кейбір картоп тек қатты су шығуы мүмкін, кейбіреулерінде шықпауы мүмкін. Менде шыны керек кішкентай ғана, аз мөлшерде ғана шықты. Тағы да ескеретін жайт, жалпы осы драникидің жасадыңыздар ма, яғни қамыр ғой, енді бұл былай қарағанда ұн қосылғандықтан қамыр болып есептеледі. Бірден жасап тастау керек, әйтпесе қарайып кетеді, суы көп мөлшерде шығып кетеді. Сондықтан да яғни жасап қамырын бірден жасап тастап, майға қорып тастау керек. Міне дайын болды. Енді осы жаңа картоптың үстіне бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Ұнымызды қосамыз. Және пиязымызды қосамыз. Пиязымызды қыздар мен кішкентай блендерім бар. Осы блендермен үгітіп алдым. Жалпы пиязды турап, немесе теркада өткізіп қосуға болады. Маған осы кішкентай блендермен өткізген ыңғайлы болды. Мен осы жаңағы блендер арқылы қостым. Енді дәміне қарай бұрыш қосамыз, және де тұз қосамыз. Шамамен алған кезде осы жаңағы мөлшердегі бір жарты ас қасық тұз жеткілікті болып қалады. Тым қатты көп қоспаңыздар, ащы болып кетеді. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырымыз дайын. Енді табамызды дайындап аламыз. Табаға азғандай мөлшерде сұйық май құямыз, қатты көп құймаңыздар. Және табаққа міндетті түрде салфетка төсеп аламыз. Содан кейін азғандай мөлшерде салып, осылайынан асты қызарғанша, асты қызарған кезде аударып пісіреміз. До золотистого цвета дейді ғой, сондай қылдырып пісіреміз. Міне қыздар, біздің драникиміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, әжептәуір мөлшерде шықты. Міндетті түрде қаймақпенен берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Райхан.